Сәлем баршаңа. Бүгін мен сіздерге халқымыздың орны бөлек тағамдарының ең бастысы қазақша ет немесе бешбармақ жасап көрсетемін. Сүрленген жылқы етінен және түйенің өркешін қосып ет тағамын дайындаймын. Дәмі тіл үйіретін қазақтың ұлттық тағамы сүрленген еттен жасалады. Менде жылқының еті сүрленген, оны салқын сумен жуып бірнеше мәрте жуып бісміллә деп қазанға саламын. Өзі сүрленген ет болғандықтан тұз қоспаймын. Өзінің тұзы мен дәмімен піседі. Ет етке, сорпа бетке деп етті аса сүйсініп жейтін халықпыз. Еттің ағза үшін пайдасы зор. Оны ас ретінде ғана емес, шипа үшін де қабылдаған дұрыс. Мінекей ет қайнап, бетіне көбігі шығып, көбігін алып жатырмын. Қайнағаннан кейін тағы да екінші қайтара көбіктері шығады. Оны да алып тастаймын. Сүр еттің иісі аңқып, керемет дәмі шығып жатыр. Енді етіміз қазанда қайнаулы, қамырды ертерек илеп бастырып қоямын. Тамақтың дәмін келтіру үшін картоп қосамын. Етіміз пісуге таяу. Салып қазанға тұздыққа жуа турап қоямын. Туралған жуаны еттің бетіне шыққан майлы сорпасын алып жуанның үстіне құйып отта сәл қайнатып аламын. Бейге қанған қамырды жақсылап жайып аламын. Қамырды жайып болдым. Енді қазанға салуға ыңғайлы етіп кесіп аламын.
қазандағы етті шолпының көмегімен сүзіп қамыр салуға дайындай бастаймын. Картоп та пісті. Енді үстіне жайылған тесілген қамырды салып пісіріп аламын. Қамырымыз піскен соң, оны ілгеге сүзіп, шолпымен сүзіп аламын. Суын сорғытып, сорпасын. Сүзіп алдым. Енді достықтың бетіндегі майлы сорпадан қамырдың үстіне құйып араластырып жабыспас үшін құямын. Мінекей қазақтың ет тамағы дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді, керемет ұлттық тағамымыз. Орны бөлек. Сіздермен бірге болған жан